Сәлеметсіздер ме? Мен номері 11 жалпы білім беру орта мектебінің 10 сынып оқушысы Атадусова Ұлданай. Ғылыми жобамның тақырыбы әлеуметтік желінің қоғамға әсері. Ғылыми жобамның мақсаты ғаламтордың шығу тарихы мен түрлері, қолдану аясы мен адам өміріндегі пайдасы мен маңыздылығы, зияндылығын зерттеп, жас өспірімдерге насихаттау арқылы ғаламторға деген тәуелділікті жою. Міндеті ұялы телефонның денсаулыққа әсерін түсіндіру, ұялы телефонды оңтайлы пайдалануға тәрбиелеу, ұялы телефонды пайдалану туралы ой пікірлерді білу, баланың денсаулығына өз жауапкершілігі туралы ой салу, осы тақырыпта әңгімелесуге даярлау. Жұмыстың өзектілігі. Бүгінде Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники сияқты осындай әлеуметтік желілерге байланып, бар уақыты мен ақшасын, тіпті күш қуатын жұмсап жататын адамдар өте көп, және олардың бұл әрекетіне ешкім таңырқай қоймайды. Иран, Ауғанстан сияқты ислам елдерін былай қойғанда, Қытай өз елінде әлеуметтік желілерді бұғаттап, оның өз азаматтарының қолдануына тыйым салған. Ал біздің елімізде қазірде жастардың туыла сала ғаламтордан мультфильмдер мен ойындарды пайдаланып, денсаулықтарына үлкен зардап тигізуде. Зерттеу әдістері. Әлеуметтік желінің пайдалы тұстары мен зияндылығын қарастыру. Зерттеу кезеңдері. Бірінші кезең зерттеу тақырыбын табу, әдебиеттермен танысу және материалдар жинақтау. Екінші кезең талдамаларды жобалау. Үшінші кезең жинақталған материалдарды сұрыптап, негізгі мақсатты ашуға жұмыстану. Төртінші кезең талдау жасап, жұмысты жүйелеу, рәсімдеу, қорытындылау, жазу. Зерттеу әдісі зерттеуді іздену, жинақтау, саралау, әдеби ғылыми таңдау. Зерттеу нәтижесі ғаламтор туралы жинақталған тарихи және ғылыми сипаттағы деректерді енгізе отырып, оқушыларға насихат жүргізіледі. Ғылыми жаңалығы. Қазақ қыздары мен жігіттерінің қазіргі заманға лайық техникалық құралдарды пайдалану арқылы ақпаратты мәдениеті болуын қалыптастыру. Ұялы телефонның адам денсаулығына тигізетін зиянын білу. Ғаламтордың пайда болу тарихы мен оның пайдасы мен зияндылығы аясында түсіну. Осы бағытты ғаламторды ұтымды пайдалану үшін өз тарапынан не істеу керек екеніне мақсат қою. Денсаулықты зияндылығы туралы нақты білім қалыптасады. Кіріспе. Ғаламтордың шығу тарихы. 1957 жылы Кеңес одағы осы жасанды спутниктерге желіге қосқаннан бастап, Америкада оларға қарсы шабуыл ретінде осы компьютерлік желіні ойлап тапты. Ең алғашқы компьютерлік желі Стэнфорд қаласы мен Лос-Анджелес университеті арасында болды. Желінің қоғамға тигізген пайдасы өте аз болды, өйткені желі жылдамдығы өте аз болды. 1969 жылы 29 қазан ғаламтор туылған күн деп есептелді. Бірінші тәжірибе уақыты 21 сағат, ал екінші тәжірибе сағаты 1,5 сағатқа созылды. Келесі. Google корпорациясы қалай пайда болды? 21 ғасыр. Қазіргі таңда com және kz сияқты ұлттық домендер бар. Қазақстандық желілердің туылуы 1995 жылы отандық бағдарлама мен физиктердің арқасында пайда болды. Осыдан кейін алғашқы kz және com сайттарының арқасынан кейін Қазақстанда көптеген сайттер, яғни 2000 жылдан бері бірінші қазақстандық домендер тіркеле бастады. Қазірде Қазақстанда 1000-ға жуық сайттар жұмыс істейді. Біздің күнделікті өмірімізге байланысты ғаламтор өз әсерін көптеп тигізуде. Өйткені біз кез келген өзімізді қалаған ақпаратымызды осы ғаламтордан таба аламыз. Ғаламтордың білген адамға пайдасы өте зор, және ғаламторды өз ыңғайына қарап, яғни өзіне қажетті, яғни оң әсерімен пайдалана білген дұрыс. Негізгі бөлім әлеуметтік желілердің пайдасы неде? Қолдана білген адамға пайдасы ұшан теңіз. Біз әлеуметтік желілер арқылы өзімізге керекті ақпаратты қабылдай аламыз, және уақытты бекерге құртпай отырған жерімізден біреуге ақпараттарды, немесе материалдарды, кескіндерді, фотосуреттер мен музыкаларды, тағы сол сияқты материалдарды жібере аламыз. Және оларды өзімізге қабылдай аламыз. Ғаламтор арқылы біз зат сатып аламыз, және оларды сата аламыз. Кез келген адам үйде отырып өз жағдайын жасай алады. Өйткені ғаламтордың адамға тигізген пайдасы шексіз болып келеді. Әлеуметтік желінің залалы неде? Ғаламтор тұтасқан әлем, өрмешінің торы дерсіз. Ғаламтордың залалы пайдасына қарағанда өте көп. Мысалы, қазірде әлеуметтік желінің
әлегі әлемді әбден әбігерге салғанын түсінеміз. Өйткені қазірде 80%-ға жуық ата-ана өздерінің балаларының әлеуметтік желіде кімнің жетегінде және не істеп жүргенін білмейді. Жыл сайын 100-ге жуық балалар әлеуметтік желіде жазған хаттары үшін өлтіріледі. Сол сияқты және Қазақстандағы әрбір үшінші отбасындағы ерлі-зайыптылар осы ғаламтордың кесірінен ажырасып тынды. Сонымен қатар 6 құрлықтағы 3,5 миллиард адамның ғаламторсыз күні батпайды, таңы атпайды. Әлеуметтік желінің бүгінгі мәселесі. Ең үлкен танымал желілер шетелде Facebook, Last.fm, LinkedIn, MySpace, Қазақстанда желді.kz және www.kazlife.com. Ресейде ВКонтакте, Мой круг, Одноклассники және тағы сол сияқты желілер. Ғаламтор жақсы мен жаманның, өткен мен болашақтың, қатыгездік пен мейірімділіктің мидай қайнаған ортасы. Ғаламтор өз қасындағы оқиғаға, іске, түрлі тағдырға назар салмауыңыз мүмкін, бірақ өзге қиырдағы қилы тағдырға көз моншағыңызды үзесіз. Ғаламторды тек орнымен пайдалана білсек, мүмкіндігін барынша ықтиятпен жүзеге асырып, адами қалпымызды нықтап, білімімізді арттыруға жұмсасақ. Қазірде шынайы сүйіспеншіліктің орнынан виртуалды махаббат, шынайы аралас-құралас достықтың орнынан виртуалды сыйластық басып келеді. Ғаламтордың зияны пайдасымен қатар бар. Сондықтан да ақылмен тек пайдасын таңдап ал дей отыра, ең бастысы ғаламтор маған не береді деп өзімізге сұрақ қойып, ғаламтордың жақсы жақтарына көптеп мән берсек. Менің ұсынысым ұялы телефонды сәбилерге ұстауға тыйым салу. Екіншісі, бастауыш сыныптағы оқушыларға ұялы телефонды тек сабақ уақытында, яғни тек өздеріне қажетті мұғалім тапсырма берген кезде оларды қайта кері байланыс ретінде жұмсау уақытында ғана беруге міндеттеу. Ата-аналар мен балалардың байланысын күшейту, әлеуметтік желідегі аккаунттарынан, хабарламалардан хабардар болу. Келесі, адамдарды түрлі діни нанымға сендіріп улайтын, жас өспірімдерді түрлі ойындарға итермелейтін және оларды өлімге апарып соқтыратын және адамдарды алдап оңай жолмен ақша табатын әлеуметтік желілерге және букмекерлік орталықтарға заң бойынша тыйым салу. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен 10 сынып оқушысы Атадусова Ұлданай.